Мұсылманшылықтың ізі қалған жерлердің бірі ескі Қырым өлкесі екен баршамызға белгілі. Оның бір дәлелі ескі Қырым шығармаларында дінді насихаттайтын өнегелі оқиғалар көп. Алаш көсемдерінің бірі Әлихан Бөкейхан Самар қаласы 1915 жылы Қазақ газетінің номері 133 санында Азамат Юсуф деген әңгімесін бізге былай баян етеді. Сол Қырым шаһарында ескі қабырғасы бұзылған Мис Жамух мешіті бар болатын. Жаңбыр жауғанда халық сол жерге барып, мисіктің иісін, жопарын иісін иісіп, рахаттанып, Азамат Юсуфты әлі күнге дейін сөз қылып отыратын. Сол шаһарда бұрын көшелерінде керуендері толып, яғни сондай бір жақсы кезеңде қонақ үйлерінің бәрі есіктерін айқара ашып, кел бізге кір, біздің қонақ үйге кір деп тұратын заманда байлар кедейлерге, бишараларға ақша лақтырып, еңкейіп сол ақшаны қағып алып, Алла разы болсын аға деп жүретіндер болған. Солардың қатарында жаңағы Юсуф деген жігіт болған. Бірақ ол тік мінезді, адал, кедейді кедей, байды бай демей, яғни айтқан сөзін ақиқатты айтатын жігіт болған. Бірақ оның өзі де бишара болса да, ол ешкіммен иіліп, қол жайып, қаражат сұрамайтын. Ол өзінің жұмысын адал істейтін, ол жай ғана қарапайым жүк таситын шаруа жұмысшысы болатын. Сөйтіп бір күні сол байларға үндеу жасайды. Сендердің мал мүліктерің, қазыналарың асып тасып жатса да, сендерде пиғыл жоқ, ақ пиғыл жоқ, сендердің көңілдерің жоқ деп беттеріне айтатын. Мына ауылда тұрған мешіт қирайын деп тұр. Оны кім салады? Қазыналарынан ақшаларыңды бөлсеңдерші дейді. Сонда кедейлер, рас, сөйтейік. Сонда байлар ашуланып, сен өзінше білгіштенбеш, егер бай болғанда көрер едім дейді. Сөйтіп, жаңағы Азамат Юсуф қатты жылап, Құдайдан дұға сұрайды екен. Алла, маған сондай байлық берші, мешіт салатын, сондай байлық берші, мына кедейлерге көмектесетін деп дұға жасайды. Бірақ сол кезде сол Юсуфты да жек көретін, зұлымдық жасайтын адамдар да бар еді. Өйткені ол тік мінезді болғандықтан кейін, бәрін бетіне айтатын болғандықтан кейін, сол кісілер бір күні ол Юсуфқа зұлымдық жасайын деп, оны Юсуф біліп қойып, жаңағы базар жаққа қашып кетеді. Сөйтіп базар жаққа қашып кеткенде бір керуен дейді. Сол керуеннің бір түйешісі қайтыс болған екен. Сөйтіп жаңағы Юсуфты көріп, түйені айдау білесің бе дейді. Юсуф, білем дейді. Сөйтіп сол қызметке Юсуф орналасып, ол керуен Үндістанға жол тартады. Үндістанды ол кезде білмейтін адам жоқ шығар. Үндістанда теңіздің астынан жақұт алатын, және де Алатаудың бөктеріндегі өрмекшілердің өрмеуінен жіп соны алатын болған. Өте сондай бай мемлекет болған. Сөйтіп күндердің күнде Юсуф тауға десе тауға, ылдиға десе ылдиға, жоғар десе жоғарға керуенмен жүре беретін болған. Яғни еңбекқор болған. Оның өзінің жаңағы иесі, яғни керуенді басқаратын бай, бұны бір күні сынамақшы болып, жаңағы Юсуфқа бір қап бриллиантты алып келуге бұйырады. Сол Юсуф сол бір қапты бриллианттың бір талын да аз емес, не көп емес алып келеді. Жаңағы бай не деген адал, не деген еңбекқор деп таңғалады. Сөйтіп, бұл өзінің алдамшы баласы есіне түседі. Ертесіне бәрі туысқандарын жинап, ертең мен қайтыс болсам, мына қазынамды менің балама емес, Юсуфқа берем дейді. Бәрін көзінсен жария айтады. Біреу бар, біреу жоқ, өмір бар, өлім хақ демекші, ол байда қайтыс болады. Сөйтіп сол байдың қазынасын сол Юсуфқа береді. Сөйтіп Юсуф өзінің шаһарына қайта оралады. Оралған күні сол жұма күні еді дейді. Жұма күні сол керуен көшеде шаһарда келе жатқанда, бұл қандай керуен, бұл кім болды екен деп елдер сыбырласып, яғдай кім екенін іздей бастайды. Сөйтіп келсе, ауылдағы мешіттің қабырғасы құлаған, ода ешкімнің хабары да жоқ, оны ешкім білмейді. Сөйтіп байларға үндейді.
ей, қазыналарыңды жинаңдар, мына мешітті тұрғызайық дейді. Байлар тағы да өзінше болады. Сенде өзіңде бар ғой, өзің жұмсасайшы дейді. Юсуф қуана-қуана мұртын жоғары қаратып, күліп, өзім жұмсайым деп, өзім сол мешітке өзі кірсе кетеді. Екінші күні 100 жұмысшыны келіп, 2 қабырғасын бұздырып, сонау алыстан әппақ мәрмәрдей тастарды алдырып, пілдің сүйегін алдырып, және алтыннан кірпіштер алдырып, сол мешітті бастап кетеді. Сөйтіп олардың керегелеріне дейді, бір кеме миск алдырған екен. Міне, сөйтіп 2 жылдың ішінде Юсуп сол мешітті бітірген екен. Сол мискті алдырған уақытында дейді, сол жердің халқы оны имандының ағасы деген ат қойған екен. Сөйтіп ол Юсуфтың аты имандының ағасы болып, сол 2-ші жылы құрбан айтта боз қасқасын шалып құрбандыққа, оны сол жерде жүрген жағы бейшараларға таратып берген екен. Сол кезде аспан бұлттанып, жаңбыр жауып, сол жаңбыр жауғанда әрине ол мешіттің аты Миск Жамух мешіті болған. Яғни жаңбыр жауғанда мисіктің иісі шығатын болған. Халықтар бәрі мисікті иіскеп, рахаттанып, сол кезде жаңағы азамат Юсуфқа сен осы ауылдың патшасы болсай дейді. Осы шаһардың. Азамат жоқ, мен бұл ауылдың патшасы бола алмаймын дейді. Бас тартады. Азамат Юсуф сондай адал, сондай қарапайым, сондай иманды жігіт болған. Өзінің барлық жиған байлығын кедейлерге таратып, жағы мешітке жұмсап, ол бәрін таратып, сол кедейлердің қатарында болды. Баяғы өзінің кейпінде болып, сол баяғы жүк таситын қызметін ары қарай істеп, ел аузында қалған екен. Соншама байлар өтті, сұлтандар өтті, мен деген билер өтті. Олардың аттары халықтың аузында жоқ. Бірақ азамат Юсуфтікі сол мешітке барып, жаңбыр жауған кезде сол қабырғаларында отырып, сол баяғы Юсуфты әңгіме қылып, сөз қылып отырады екен. Қарап отырсақ, бұл әңгімеде азамат Юсуфтың қандай екендігін көрсеткен, байлардың қандай екенін көрсеткен ол кездегі. Бірақ сол ауылда қанша қазынасы болса да, қанша мал мүлкі болса да, бір мешітті салғанға бір ақшасын жұмсамағандығын көрсетіп отыр. Яғни бұл біздің жаңағы азамат Юсуф туралы, оның ниеттігі, қолында ақшасы жоқ болса да, сол кезде сол халықты, байларды шақырып, сол мешітті жөндеуге шақырды. Ол болмағаннан кейін Алладан сұрады да, Алла тағала оған берді. Яғни оның ниетіне қарай берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде ниеттер амалға байланысты дейді. Ең бірінші біз ниет етеміз, одан кейін амал қыламыз. Яғни бұл кісі ниет етті да, Алладан сұрады. Алла тағала оған сондай жолдардан өткізіп, оған берді. Өзінің ниетіне ол жетті. Алаш көсемі Алихан Бөкейхан осы әңгімесінде, яғни өскелең ұрпақтың ақ пен қараның, асыл мен масылдың, адал мен арамның ара-жігін ажыратып, билікке, байлыққа құнықпауын және де елімде беңірейтін, жерімде күңірейтін азамат пен азаматшалардың көп болуын қалаған.